Негізі ешкімге өлім тілемейсің ғой. Жас кісіден просто. Рахмет айтам. 2025 жылы тамыз айынан бастап диагнозымды білдім. Негізі бәрі тіс емдеуден басталды. Одан кейін отек болды. Анализ тапсырып көрген кезде креатининым жоғары екенін байқадық. 1373 креатининмен диализге түстім. Басында келіспедік диализге. Неше түрлі больницаларда болдық, нефролог, эндокринолог бәріне қаралып. Басқа мүмкіндік жоқ. Уже калий 5/5 деген кезде 14 август күні бірінші диализімді алдым. Негізі көп шетелді де, Қазақстанды да қарастырдық, ем қабылдадым. Креатининым түспеді, арасында диализді қабылдап жүрдім. Сөйтіп, причинасын білмегендіктен биопсия жасады. Биопсияда уже ига нефропатия деп диагноз қойылды маған. Трансплантацияны қарастырып бастадық. Шетелдерден зерттедік, қарастырдық, туыстардың арасынан, бірақ ешкімдікі маған келмеді. Ең соңғы мүмкіндік ол мамамның почкасын алып көру деп ойладық. Мамамның 3-ші топ қан тобының почкасын алам деп АБ0 операциясына документтер жинап бастап жүрген кезде маған мәйіттік донордан хабарласты. Ең бірінші рет 13 март күні хабарласты. Келдім, тапсырдым, менімен бірге 6 адам болды. Бірақ менің сәйкестігім ең төменгі болып, мені үйге қайтарған. Екіншісі 8 апрель күні кешке жақын хабарласып, 12-де келіңіз деді. Бірақ біз 12-ні күте алмадық. Ертерек келіп, осы жерде күттік. Менімен бірге 5 адам кірді. Сөйтіп, арасынан ең жоғарғы сәйкестік менікі болды. Результатымды білген кезде жыладым. Ол сезімді айтып жеткізе алмаймын. Негізі қуаныш пен қорқыныш бірге жүрді ол кезде. Бірақ бірінші рет шақырғаннан кейін мен өз-өзімді дайындап бастадым. Зерттедім бұл тақырыпты, трансплантацияға дейін не болады, операция кезінде не болады, операциядан кейінгі күтім туралы да зерттедім. Бәріне дайын болдым, бірақ қатты қорықтым. Күтімнің бәріне дайынмын. Менің ойымша, диета, таблетка қабылдау, ол диализдің қасында ештеңе емес. Мүмкіндік болса, біздің елімізде трансплантация көп болғаны қалаймын. Себебі донорын күтіп жүрген адамдардың саны өте көп. Негізі бұл зат адамның басына түспесе, көп адам түсінбейді. Біздің басымызға келгеннен кейін қандай қиын екенін білеміз. Жақындарым, мамам, өзім де келісімімді беруге дайынмын. Донорыма және ол кісінің туған туыстарына басымды иіп рахметімді айтқым келеді. Ол кісілердің осы қиын кезде қабылдаған бір шешімінің арқасында 5 адамның өмірі жақсы жаққа өзгереді деп ойлаймын. Сонымен қатар осы орталықтың трансплантологы Мелис Нұрсейітовичке және ол кісінің командасына үлкен рахмет. Сол кісілердің арқасында менің отам жеңіл әрі сәтті өтті деп ойлаймын.